Пифагордың қанатты сөздері. Өмір ойын сияқты. Біреулер оған жарысуға, басқалар саудаласуға, ал бақыттылар көруге келеді. Өткен күндегі бар ісіңді таразыламай ұйқыға жатпа. Күшті шарап көп ішуге жарамайды. Дөрекі мінез келелі кеңеске жарамайды. Жас балаға жәрдем беру үшін тізерлеп отырған кісіден артық құрметті адам жоқ. Өзін басқара алмайтын кісі азаттыққа лайық емес. Өмір жолыңызды өзіңіз шаңғытпаңыз. Тыңдау және үнсіздік сақтау сізді даналыққа жетектейді. Үнсіздік даналық бастауы. Басталу бітудің жартысы. Балалар және әйелдер және халықпен сөз таластырмаңыз. Бірдей күшке ие болған кісінің әділеттісі күштірек. Әуелі дана болуға әрекет қыл. Бос уақытың болғанда ғалым боласың. Ақыл білімді алмастыра алмайды. Қылмыс пен азап ұрпақтарын еккен кісі бақыт жемісін көрмейді. Қабілет пен қажеттілік бір-біріне ұқсас нәрселер. Егер адал дос таба алмасаңыз, өз-өзіңізге дос болыңыз. Уайым бізді мұңға емес, әрекетке жетелеуі керек. Кісінің ақымақтығын оның сөздерінен, даналығын үнсіздігінен білсең болады. Сөзің де амалың да әділетті болсын. Жақсы перзент, әділетті аға, мейірімді жар, өнегелі әке бол. Ашу әрқашан ақымақтықпен басталып, өкінішпен аяқталады. Басқалар сен жайлы не ойласа, оны ойласын. Ал сен өзің дұрыс деп тапқан ісіңмен айналыса бер. Біреуді мақтаудан да, айыптаудан да аулақ бол. Бақыттың соңынан қума, ол әрдайым жүрегіңде. Денеңнен гөрі рухың бақуат болуына мән бер. Үнсіздік мағынасыз сөздерден абзалырақ. Ашуланғанда сөйлеуден де, әрекет етуден де өзіңді тыя тұр. Әзіл тұз секілді, оны мөлшерімен салу керек. Көпшілікке еруден сақ бол, ешкім жүрмеген жолмен жүр. Жастарға тәрбие беріңіз, сонда үлкендерді жазалаудың қажеті болмайды. Таңертең оянғанда өзіңе «мен не істеуім керек» деген, ал жатарда «мен не істедім» деген сұрақ қой. Амалың адал, көңілің жай болсын. Басқалардың сен жайлы не айтатынына мән берме. Сөзің көп, ал мағынасы аз болмасын. Абзалы аз сөйлесең де мағыналы сөз айт. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.